Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы суды үнемде. Жаңа сөздер. Тұщы су. Үнемдеу. Ласта. Ластама. Төк. Төкпе. Тамшы. Теңіз. Оқушылар, экранда көріп тұрғандарыңыз бізде жіктік жалғау, иә? Жіктік жалғауы жекеше түрде бірінші жақта мен суды үнемдеймін. Екінші жақта сен суды үнемдейсің. Сыпайы түрде сіз суды үнемдейсіз. Үшінші жақта ол суды үнемдейді. Тыңдалым, айтылым. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, тірек сөздерді пайдаланып, Әлидің не істегенін айт. Тірек сөздер: төк, төкпе, үнемде. Әли суды төкті. Әжесі Әлиге: Әли, суды төкпе, суды үнемде деді. Әли не істеді? Әли суды төкті, үнемдемеді. Тапсырманың орысша нұсқасы. Оқылым бойынша екінші тапсырма: мәтінді оқы. Әлемде ащы су көп, тұщы су аз. Біз ащы су ішпейміз. Біз тұщы су ішеміз, тамаққа пайдаланамыз. Суды ластама. Суды үнемде, төкпе. Тамшыдан теңіз құралады. Судың да сұрауы бар. Сен суды қалай үнемдейсің? Мәтіннің орысша нұсқасы. Жазылым үшінші тапсырма: сөздерге тиісті қосымшаларды жалғап жаз. Сіздерге берілген сөздер: ласта, төк, айт, көр, кет, қал. Ендеше тиісті қосымшаны жалғап көріңіздер. Тексеріп көрейік. Ласта, ма. Төк, пе. Айт, па. Көр, ме. Кет, пе. Қал, ма. Жазылым бесінші тапсырма: қажетті сөздерді орнына қойып жаз. Бізде берілген қажетті сөздер: ащы және тұщы. Әлемде су көп. Мәтін бойынша қажетті сөзді қойып көрейік. Әлемде ащы су көп. Әлемде су аз. Әлемде тұщы су аз. Адамдар су ішпейді. Адамдар ащы су ішпейді. Адамдар су ішеді, тамаққа пайдаланады. Адамдар тұщы су ішеді, тамаққа пайдаланады. Тапсырманың орысша нұсқасы. Кел, жаттайық. Ащы жеген тазша баланың аузы ашыды. Тазша бала тұщы сумен аузын шайды. Есте сақта. Суды ластама. Суды үнемде, төкпе. Тамшыдан теңіз құралады. Судың да сұрауы бар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.